бастау үшін алдымен топқа бөлініп алайық. Мына жерде мен 3 түрлі түспен өлең жолдарын жазып бөліп қойдым. Осыны алып, өлеңді құрастыру арқылы топқа бөлінеміз. Ортаға шығып ала берсін. Бір адам шықса да, 12 адам. Қызыл алғандар қызыл топқа барыңыздар. Көк алғандар көк. Сөйтіп құрастырған кезде бір шумақ өлең шығады. Төзімі де теңіздей, шалқарлығы даладай. Халық тобы, яғни халық туралы өлең, халық тобы. Мен оның күнін сүйем, аңын өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Жақсы. Отан туралы өлең оқыдық, отан тобы. Яғни біз бүгін коучингімізге 3 топ қатысып отыр. Тіл тобы, халық тобы және отан тобы. Енді осы коучингімізді бастау үшін жақсы бір көңіл-күй қалыптастырып алайық. Сіздер жаман парақ алдыңыздар да, сол жаман параққа сағаттың суретін салыңыздар. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деп санын қойып алыңыздар. Енді сол әр санның тұсына, бірдің тұсына, 2-дің, 3-дің, осы жерде коучингте кім қатысып отыр, солардың атын жазыңыздар. 12-ге Назеркені жазыңыз. Енді Назеркеге қарап, біз сабаққа сәтті деймендер. Сәттілік тіледік па? Бірге ақын жазған адамдармен қол алысып амандасыңыздар. Бірге қол жазыңыздар. Бірге ақын жазған адамдармен қол алысып бірге жазыңыздар. Воздушный поцелуй. Нақты кез келген адам, оқушы болсын, ересек адам болсын, алдына смарт мақсат, яғни нақты мақсат қою. Одан кейін сыни ойлауды дамыту, саяси өмірге дайын болу. Ол саяси өмірдегі барлық дүниеге күнделікті тіршілігіміз, әлеуметтік дейміз ғой енді. Оқушылардың өзін-өзі жетілдіруі және алған білімін өмірде қолдана білуге дайын үйрету. Сіздер дегеніңізден деген сұрақ түсті бізге. Жалпы 2000 жылдардан бері 3 жылда бір рет ұйымдастыратын әлем елдері арасында 15 жастан жоғары оқушылардың функционалдық сауаттылығын тексеру мен бағалаудың халықаралық бағдарламасы болып табылады. Жалпы бұл PISA дегеніміз жазудан, сызудан гөрі ойлау қабілеті Екінші тапсырма, қазақтың тыйым сөздер туралы не білесіз? Үшінші тапсырма, мына суреттерге байланысты тыйым сөздерді жазыңыз. Төртінші тапсырма, ырымдарға сенесіз бе, өз пікіріңізді дәлелдеп жазыңыз, ауызша айта берсеңіздер де болады. Бесінші, мына сөздердің синонимдерін ауызша айта берсеңіздер де болады. Әдептікті бағалаймыз. Зейнеп Ахметованың әңгімесінде бізде бірінші тапсырма берілген екен, мәтіннің қай тұсында автор әдептілікті бағалайды. Біз мына жерде былай көрсеттік, өресі кең халықтың салт дәстүрі салауатты өнегелі өмірегі болады. Құдайға шүкір, қазақ халқының рухани болмыстылығы, адами қасиеттері, етикалық қағидалары өзін тауып ретін келтіріп қолданса, бүгінгі күннің талай кем-кетігін толтырары сөзсіз. Бағалап көрдік келтірді. Екіншіден салыстырады да, әдептілікке бас имеген, әдептіліктен нәр алмаған салт дәстүрді әдет-ғұрыпты ешбір халық жасамапты. Әрине, әркімнің өзіне лайық үлгісі бар, ол біреуге тар, біреуге кең келеді дегендей, әр ұлттың өз ерекшелігі бар. Осы жерде біз салыстырады деп көрсеттік. Насихаттайды да, халықтың зердесінде, тарихында, рухани мұрасында небір інжу маржан жатыр. Сол асыл қазыналарымыздың қасиетін, мән мағынасын ұрпағымыздың бойына жұмыстайды. Ертеңгі күнге жалғастыра тұрсақ, бұл қыздарымыздың келешекте жарқын болар еді. Тамаша.
ескерме енді айта беретін болсақ жеткізсем арқау сүйеу инабатты сыпайы көркем кем кетігін жетпегенін лайық соған тұрарлық. Келесі біздің шеберлігіміз шыңда деп тұр, нағыз пизаға қатысты біздің ойымызда жүрген сұрақтар болса, мәселелер болса, мына теориялық материал беріліп тұр. Пиза экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен жүзеге асырылатын пиза оқушылардың білім алу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық бағдарлама. Осы пизаға барлығымыз оқушылар дайындап жатырмыз, тапсырмаларын беріп жатырмыз, күнделікті дайындыққа шақырып жатырмыз. Сол енді пиза бойынша сіздер мынандай жүйеде сұрақтар құрастырып көріңіздерші. Бар ма, бола ала ма, мүмкін бе, шеше ала ма, атап айтқанда не нәрсе, кім, қандай, неліктен, қашан. Осы төңіректе ойларыңызда жүрген сұрақ болса, пизаға қатысты сұрақ құрастырып көріңіздер. Оқушыларға да осыны талап етіп тұрмын, бәлкім ол балда сұрақ құрастыр дейміз, иә? Енді соны өздеріңіз орындап көріңіздер. Біріншісі, бар ма? Пиза жайлы сенде бұрыннан ақпарат бар ма? Яғни біз білетіндей оқушылар бар ғой. Екінші пиза зерттеулерінің нәтижесі бойынша Қазақстан әлем бойынша алдыңғы қатарда болуы мүмкін бе? Мүмкін бе? Әлем бойынша. Үшіншісі, қазіргі кездегі бағалау жүйелері оқушылардың білім жетістігінің мәселелерін шеше алады ма? Алады ма? Қазіргі бағалау жүйелері. Тек пиза ғана емес, жалпы. Атап айтқанда, бүгінгі дайындық барысында не нәрсеге баса назар аудару қажет? Дайындық барысында. Және алай кім қандай дегендер? Сынып бар ма? Екінші сұрақ. Келешегіне пайдалы бола ала ма? Үшінші сұрақ. Сенің ойынша жеңіл сұрақтар келуі мүмкін бе? Төртінші сұрақ. Пиза зерттеуінің нәтижесі сен мәселеңді шеше ала ма? Бесінші. Атап айтқанда не нәрсе пизаны жоғары жаңа сағат серіктің сәті ғой, олда болады ғой. Көңіл-күйге көтеріп қалып, соны алдағы уақытта дамытатын нәрсе енді тағы да қосымша осылай үлкен коучингтер тағы семинар өткізеді дерсе дегендер. Сол тәжірибе алмасқанға Тапсырмалардың жүйелілігі ойлауды дамытуға бағытталған. Тапсырмалардың тақырыпқа сай құрастырылғаны қуантты. Пиза бойынша тапсыратын барлық панель коучинг семинар қою арқылы өзімізді дамытуымыз керек. Бүгін сәлден болса дамып қалдық. Осындай коучингтер жиі өткізілсе екен. Пиза бойынша берген сұрақтар қуантты, оқушылардың оқу үрдісін дамыту. Бүгінгі коучинг маған өте қатты ұнады, әсер қалдырды. Тағы да осындай көп коучингтер болса деймін, алдағы уақытта дамытатын оқушыларды қызықтыратындай әдіс-тәсілдер. Коучингтер көбірек отырсын. Жақсы. Сабақта мені қуантқан сәт сағат әдіс-тәсіл қолданған кез, келешекте пиза және басқа да бағалау жүйелері туралы коучинг өтсек. Айгүл рахмет. Менің коучингтің басын бастап берген. Не ғой? Неге Айгүлмен Нұржамалға айтатынмын? Нені алдына қойсаң да, содан ситуация шығарып, жолын тауып кетеді. Сенімді болатын адамдар жол бастап береді де, сондықтан бұл сондай мұғалімдерді алдыға жол бастайтын адамдарды алдыға қойып отырмыз. Өте бір мынандай бізде коучинг болған емес, сондай пиза туралы. Сол бізге бір бастама жасап беріп отыр. Және оқу сауаттылығынан да өз пәнімізді білсек білетін шығармыз, бірақ басқа пәннен де не бар екенін біз білдіріп көрейік. Артық болмайды. Мұғалімге бәрін білген артық. Рахмет, Айгүл. Көп рахмет.